Жиналысымыз әрине 2008 жылдың 18 қарашасында құрылтайымыз өтсе, желтоқсан айында осындай жиналысымыз өтіп, сол жерде болашақ біздің неміздің бәрін талқылауымыз керек еді. Алашымның қоғамдық бірлестіктер одағы қалай құрылды, мақсаты не деген әңгімені мына жерде көп кісі естігісі келіп отыр, біліп отыр, сол білгісі келеді. Сондықтан бұл Алашымның қоғамдық бірлестіктер одағы 2007 жылы басталғанбыз. Алдында 13-15 үйім құрылып, осы хаттама толтырып, содан біреулер келеді, біреулер кетеді, сөйтіп жүріп, 1,5 жылдың ішінде әрең дегенде ең соңында осы 6 қоғамдық ұйым қалып, жарғысы бар, мөрі бар, жұмыс істеп жүрген бәрі бар. Жоқ, адат тоқтаңыз. Өстіп құрылды. Өстіп құрылғаннан кейін енді бұл біздегі ең басты мына Алашыны құрғандағы мақсатымыз, бұл жердегі біздің фишкамыз керек болса, билер кеңесі болады. Билер кеңесі деген ешқандай басқа ұйымдарда, құрылымдарда жоқ. Билер кеңесінің мақсаты біздің ойымызша, құрылтайшылардың ойынша, осы жерде мысалы болып жатқан доктрина болсын, кедендік одақ болсын, оның алдындағы теңгенің қазақша, орысша жазылуы болсын, осы сияқты келелі мәселелерді осы Алашымның қоғамдық бірлестіктер одағының билер кеңесі консультативті сараптама кеңесі, сараптамалық органы сияқты болу керек еді. Осы жердегі мысалы доктринаға қарсы, міне, экономист ғалымымыз бар, саясаткер бар, басқа сала-саладан билер кеңесінің ішіне кірген. Осы билер кеңесінің талқысына өтіп, сонан кейін ары қарай үкіметтің алдына қоя алатын деңгейге жетуіміз керек. Міне, осы бағытта ары қарай жұмыс істейік. Енді бүгінгі біздің жиналысымыздың тоқетері біз 2008 жылдың 18 қарашасынан бері жалпы жиналысымызды өткізбедік. Біздің кемшілігіміз сол, оны мойындайық, мына ұйым ретінде. Сондықтан менің ұсынысым келесі мамыр айында осы үлкен бір жиналыс жасайық. Барлық қоғамдық бірлестіктерді шақырып, халықты шақырып, соған дайындықты билер кеңесі өзінен бастаса. Оразалаға, билер кеңесінің төрағасы ретінде сізге ұсыныс, билер кеңесін жасақтап, оны жұмыскер орган ретінде құрып, сонан кейін бізге атқарушы, оның бәрі жарғы бойынша алдымен билер кеңесі өзінің отырысын өткізіп, бізге қай күні, қай жерде құрылтайды, не болмаса жалпы жиналысты өткізесіңдер деп, соны белгілеп берсеңіздер, қалғаны атқарушы орган өз мойнына алады да, сосын орындап біз шақырып өткіземіз. Осы мені қолға алсақ, сондықтан менің ұсынысым осы мамыр айының ортасына таман үлкен бір залды алып, жалпы қоғамдық бірлестіктер одағының осы жиналысын өткізсек. Ол сол жерде міне халықтың алдында есеп беріп, осы есеп беру сайлау жұмысы. Сол жерде билер кеңесіне де өзгерістер енсе, сол жерде бекітілу керек жиналыспен. Мына басшылық Алашымның қоғамдық бірлестіктер одағының басшылығына өзгерістер енсе, соның бәрі сол жерде қабылдану керек. Және де мына жарғы бойынша бізге қоғамдық бірлестіктер келіп қосылса, сол қоғамдық бірлестіктің басшылары автоматты түрде төралқа мүшесі болып сайланады. Сондықтан осы төралқаның жиналысы бүгінгі төралқаның жиналысы деп санап, осыны қолға алсақ. Рахмет.